Қарусыз майдан деген бар, оқ атылмауы мүмкін, бірақ оқтан бетер жүрекке тиетін сөз болады. Оқ атылмауы мүмкін, бірақ оқтан бетер адамды жер жастандыратын ой болады. Қазақта тіл көз деген сөз бар. Көз деген ол бір жүректегі көре алмастықтан келетін энергия болатын болса, тіл дегеніміз ол ызбарлықпен айтылған, жаман ниетпен айтылған бір сөздің паш етілуі. Мінекей, қазір біз сондай заманға тап келдік. Бұрын қазақ бір адресі жоқ сөзді ұзын құлақ деп айтатын. Сол ұзын құлақ деген, ұзын құлақтан естідім десе, оның ақиқатын іздеп әуре болмайтын. Қазіргі өкінішке орай біздің әлеуметтік желіміз бір үлкен ұзын құлақтың орнына түсіп қалды. Яғни біз ақиқатын іздегіміз келмейді, оның артында кім тұрғанын, кімдің қандай ниеті бар екенін білмейміз. Естідік, сендік дегендей бір халде өмір сүріп жатырмыз. Соның себебінен қаншама отбасыларда ажырасу болып жатыр, қаншама қыздар өзінің бақытын керек емес жақтан іздеп жатыр, қаншама ұлдар өзінің қолынан келетін кәсіпте емес, өзіне жараспайтын тірлікпен айналысып жатыр. Мемлекетпенен, қауымның, билікпенен бұқараның арасы алыстап жатыр. Бұл жерден тек қана билік таяқ жеп жатқан жоқ, бұқара да ұтылып жатыр. Бұл жерден тек қана қыздар зардап шегіп жатқан жоқ, ұлдар да кемістік көріп жатыр. Сондықтан біз әлеуметтік желіден немесе ақпараттық майданнан ешқайда құтыла алмаймыз. Біз сол жерде жеңіске жетуге әрқайсымыз әрекет жасауымыз керек. Яғни біз әрқайсымыздың иммунитетіміз, әрқайсымыздың бір шекарамыз, әрқайсымыздың бір ішкі контроліміз дейді ғой, бір бақылау тетіктеріміз болу керек. Ұл қызымызға жанымыз ашу керек, ағайын туысқанымызға жанымыз ашу керек. Тіптен сіз чатта біреудің көзін көрмей, көңіл күйінен хабарсыз халде бір ақпарат жібере салуыңыз мүмкін. Ол ақпарат біреудің жүрегін дүрс өткізіп, өмірін теріс бағытқа бұрып жіберуі мүмкін. Сондықтан әрқайсымыз біреуден ақпарат қабылдағанда да, ақпарат жіберген кезде де өте сақ, абай болуымыз керек. Себебі біздің аузымыздан шыққан алты сөз біреудің тағдырын өзгертіп жіберуі мүмкін. Немесе сіздің қиналып тұрып бір сабырға шақыратын жарты ауыз сөзіңіз біреудің өліп бараққан өміріне тірек болып қалуы мүмкін. Мінекей, ақпарат өзекті болған, ақпараттық майданның арасында алас ұрып жатқан ағайынға тілеріміз, осы майданнан жеңіспен шығайық. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, Тәлім Трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store, Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.